Сәлем достар. Бүгін чимчи салатын дайындаймыз. Ең алдымен видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Бірнеше сәбізді жуып, тазалап, осылай теркадан өткізіп аламыз. Қиярды жуып тазалап, осылай ұзынша етіп тураймыз. Қияр қоспасаңыздар да болады, қалауларыңызша. Қиярдың орнына 40 қабат қоссаңыздар болады. Яғни капуста қоссаңыз болады. Екі қасықтай кішкентай қасықпен тұз қосамыз және кішкене құмшекер қосамыз. Укропты осылай турап, майдалап қосамыз және дәмдеуіштерді қосамыз. Чимчимнің өзінің приправасын қара бұрыш, паприка, қызыл бұрышты қосып, жақсылап қолмен араластырамыз. Уксус 3-4 тамшы қоссаңыздар жетеді. Табаға жарты кеседей май құйып, жақсылап қыздырып, оны да сәбізімізге қосамыз. Ыстық болғандықтан қасықпен араластырамыз. Міне 10 минуттың ішінде дәмді әрі жылдам чимчим салатымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.